Ал енді құрметті балалар, 11-ші сыныбы бүгін біз мына қосымша сабағымызда алдымыздағы мемлекеттік қорытынды аттестациялаумен және УБТ-ға дайындық жоғарғы оқу орнына түсуге алтын балық ойынымен дайындалып көрейік. Алтын балық ойынына ортада бізде алтын балықтар ең білгіштер деп Іңкәр мен Мәншүкті шығардық. Ал қалғандарыңыз екі топ Әдия мен Талғат, Диас пен Қалижан, сендер сұрақ қойышсыңдар. Сыныпта бүгін келген алтауың алтын балық ойынын бастап көрейік. Менің ұсынысым бойынша Әдия сенен бастайық. Шеттен қарай әрқайсың екі сұрақтан қойыңдар. Егер жауапқа толық қанағаттанбаған болсаңдар, өздерің сақтап қойып, жазып қойып отырыңдар. Немесе менен сұраңдар. Мен сондықтан да мына жерде сендердің орталарында модератор ретінде, үйлестіруші ретінде көмектесіп отырамын. Бастадық. Әмір Темірдің шапқыншылықтары қазақ жеріне қандай зардабын тигізді? Ол экономикалық жақтан кеш дамыды, қазақ жері, және дәстүр, мәдениет жақтан да кешірек дамыды. Атлық шайқасында не болды? Атлық шайқасы арқылы қазақ даласына ислам діні келді. Содан кейін бір жолы Қытайлар Абылай ханның уақытына дейін олар келмеді. Қазіргі мұражайға айналған шығыс моншасы қай жақта орналасқан? Отырарда. Және Қожа Ахмет Яссауидің Отырарда. Түркістанда. Ал Қобыз атаның күмбезі қай жақта орналасқан? Қызылорда қаласының өскен жерінде. Ал кезекті кім? Диас. Алаш партиясының негізгі мақсаты не болды? Қазақ мемлекетін қайтадан құру. Біз деген Ресейдің құрамында болғаннан кейін, өзі бір дербес. Жоңғар шапқыншылығы қазақ жеріне қандай әсер болды? Жоңғар шапқыншылығы кезінде халық саны азайды, өйткені жоңғарлардың әскер саны бізден көбірек болды, намного. Содан кейін біздің еліміздің дамуы экономика жағынан, саяси жағынан тоқтап қалды сол жоңғарлардың ықпалынан. Көп халықтар басқа шетел асып кетті, яғни халық саны азайып кетті. Қалжан. Қалтай. Қалтай, кешір. 1365 жылы Батпақ шайқасының нәтижесі қандай болды? Батпақ шайқасы Тоқтамыс пен Әмір Темірдің арасында болған. 1690 жоқ, 1300 айтты ғой, бірақ Сіздерде бір мүмкіндік бар менен көмек сұрауға? 1490 Тоқтамыс Әмір Темірдің билігін мойындады ма? Қараңыздар, сендер алтын балықтарымыз олда қателік бола беруі мүмкін. Алтын балық бәрін орындай беруі мүмкін. Ұшақ желание орындау керек, бұлар қайта көп орындап келе жатыр. 1365 жылғы Батпақ шайқасы. Шайқас Моғолстан ханы Ілияс Ходжа мен Әмір Темір әлі толық билеуші болмаған Әмір Темірдің арасында болды. Шайқас нәтижесі енді естеріңізде ме? Кім айтады? 1365 жыл. Сол кезде бірінші рет ол Әмір Темірді жеңген хан болды. Әмір Темір жеңілді, бұл шайқаста жеңілді. Әмір Темір содан кейін билікке қай жылы келді? Қанша жыл ортаға уақыт салып? 1390. Мәншік? 1350. Жоқ, қанша жыл салды ортаға? 1370 жыл. 70 жыл дұрыс. Ортаға 5 жыл салып, алтын балықтарымыздың қарны ашып қалды ма? Қайттан Әдия, енді бір сұрақтан қызық сұрақтарға кеттік. Оғыз, түрік және түркеш қағанаттарының ерекшеліктері, ұқсастықтары не? Ұқсастықтары. Оғыз, түрік, түркеш қағанаттары. Ең алғашқы түрік қағанаты қазақ жерінде ең алғашқы мемлекет болды. Орта ғасырлық мемлекеттер, содан кейін қағанат. Олардың өздерінің басқару жүйесі болды, өздерінің билеушілері болды, определенный территориялары болды, то есть олар шекаралары бекітілген болды. Қазақ жеріндегі алғашқы Мәншік кішкене нақтыландырсақ, мысалы, Оғыздың түргештен қандай айырмашылығы болды? Оғыз, түргеш тайпа сандарына қарай. Тайпа сандарына қарай айырмашылық болды.
билік жүргізу жүйесіне билік жүйесінде өзгерістер айтып жібер енді, ақыры дұрыс таптың ғой. Например емес, қазақша мысалға, немесе салыстырмалы тұрғанда айтқанда. Мысалға, Оғыздарда билеушілері Ябғу болды. Түргештердің билеушілері Қаған болды, ал түріктердікі тоже Қаған болды. Дұрыс. Анкар, енді орналасу аймағындағы айырмашылықтарды айтып жіберші. Енді сонда Адия жақсы сұрақ қойды. Оғыз Қазақстанның дешті қыпшақ жерінде. Мына кәріс сұрақ қойушылардың өздері көмектесіп жіберді ме екен? Территориясын айтшы. Оғыздарға жерде боласты, түргештер мен батыс түріктер. Оғыздар Янги кент астанасы. Қай жерде орналасты? Географиялық аймағы? Сырдарияның төменгі. Ағысы немесе оңтүстік, Қазақстан оңтүстік батысқа қарай. Ал енді естеріңе түскен шығар, айтыңдаршы, түргештер мен батыс түрік. Батыс түрік, шығыс түрік Монғолияда, батыс түрік Жетісу. Жетісу өңірінде немесе оңтүстік шығыс Қазақстанда. Дұрыс. Талғат, сенің сұрағың? Азамат соғысында Алаш Орданың ұстанымы қандай болды? Олар Алаш Орда олар ақтармен бірге болды, соларды қолдады. Азамат соғыстың бастапқы кезеңінде ақтар қозғалысы немесе адмирал Колчактың Сібір өкіметін қолдап кетті. Диас. Керей мен Жәнібек кімнен бөлініп шықты, және де олардың қоныстанған аймақтар? Ол Әбілқайыр хандығынан бөлініп шығып, Моғолстанның Қозыбасы деген жерінен мемлекет құрды. Яғни ол Есенбұға оларға қолдау білдіріп, Жетісу жерінен жер беріп, яғни. Бірақ ол Есенбұғаның өзіне деп өз мүддесін қорғау үшін. Себебі Жәнібектің Керейдің әскерлер керек болды. Дұрыс. Өзінің неде ешқашанда ешкім тегін жақсылық бермейді. Әлгі бұл не деген батпан құйрық, айдалда жатқан құйрық депті ғой, түлкі қақпанда жатқан нені көріп, майды көріп. Демек, значит, демек кешірім әншік, мен де орысша сөз қолданып жібердім. Ол жерде Есенбұғаның өз есебі болды. Қола дәуірін жоспарлы түрде зерттеген ғалым кім және қай жылы? Көбінесе Әлкей Марғұланды айтамыз, қола дәуірін көбірек зерттеген. Ал қола дәуіріндегі адамдардың бет-бейнесін Герасимов пен Алексей. Олар антрополог ретінде, бірақ негізгі сұрағын жылын сұрады ғой. 1946-дан 73-ке дейін деп оқулықтапты. Әлкей Марғұланның қайтыс болуына екен, қартаюынан соған дейін есептеген болса керек. Енді қараңдар, бәрлеріңізге, әсіресе менің сүйікті алтын балықтарымнан қараңдаршы, мен мұна еш сурет жасап тастадым бағана. Неге бұл суреттер бір кезде таныс болатын? Контекст деп есептейік, контекстте осындай 3 сурет тұр. Қандай пікірлер айтасыңдар? Бізде Түркістанда орналасқан кесенелерді айтсақ болады. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауи. Әмір Темірдің салуымен Қожа Ахмет Яссауи. Оның мынағанда Рабиға Сұлтан бегімнің кесенесі тұр. Ортасында ханның де. Егер үшеуін жеке-жеке қойса, 3 сұраққа жауап бердік дейік. Тағандай сұрақтар туындауы мүмкін. Дәл осы кесенеге байланысты. Олардың күмбездердің орналасуына байланысты сұрақ қойылды. Есігі шығыс жаққа қарайды деген сұрақ қойылады екен. Тайқазан қойылады екен. Тағы да осы мүрдеге жатқан адамдар туралы байланысты сұрақ қою мүмкін ба? Қожа Ахмет Яссауи ұстанған бағыт па? Қандай бағыт? Суфизм. Кітабы. Ештеңе етмейді. Диван-ы хикмет, бір рет алтын балығымыздың біреусі басқа қармаққа түсіп кетеді. Диван-ы хикмет, салдырушы әміршіні бағана мәншік айтып жатыр едің. Әмір Темір ғасыры, тарихта уақыт әміндет түре салып келеді. 397 жыл бұйрық берді. Сол жылынан бастап 14 жылдың аяғы, ал 1400
үшінші жылдары 5 жылдың көлемінде салынып бітілді дейді. Тағы бір ұмыт болған сұрақ болушы еді осы жерде. Айтайыншы, то есть Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі тайқазан құйылған қала деген кәрі жоқ болып кетті. Қарнақ қаласы деген бұрынғы бір ескі ақпараттар бар еді. Ал енді бір ауыз сөз. Бірінші алтын балықтардың сұрақ қойған. Сендерден бастайық. Жауаптарына ризасың ба? Иә, ризамын. Жақсы болды барлығы. Талғат, сенші? Жарады, бүкіл сұрақтарға жауап берді. Жауаптары қанағаттандырарлық. Өздеріңді дейсіңдер, Мәншік? Бізге осы ойын ұнады. Осы ойымен біз өзімізге керекті мәліметтерді білуге тырыстық. Іңкәр, сен? Ойын өте қатты ұнады. Себебі осы алтын балық ойынымен біз ұбт-ға дайындала аламыз, және ойын арқылы еркін түрде бір-бірімен сұрақ алмасу. Әрине. Дұрыс айтасыңдар балалар, ең басты естеріңде болсын. Жауап білем емес, сұрақ білем. Қазір екі қызды, екі алтын балық тексереміз деп, сендер өздерінің білім деңгейлеріңді көрсеттіңдер балалар. Қыздар оған жауап беріп, өздерінің сендерден де жауап екенін байқатып қойды. Құттықтаймын. Бірақ бір ғана менің ұсынысым бар. Сұрақ қойылған кезде ақпаратты бағанамен қосып отырмын ғой. Жылдар, сен жақсы бір қолданып кеттің, жылдарды қолданыңдар. Және географиялық алмақты, кеңістікті. Осы екі өте керек. Рахмет, сәттілік тілеймін. Биыл жақсы тапсыратындарыңа сенімдімін.